Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық аяқтарын маринадтайтын боламыз. Алдымен голенді жақсылап жуып тазалап аламыз. Орташа көлемдегі 2 пиязды турап дайындап аламыз. 3 ас қасық майонез, 2 сарымсақ және дәміне қарай тұз. Енді голеніміздің үстіне барлық қоспамызды бірден қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерге ащы ұнайтын болса, дәміне қарай ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Дайын болған маринадымызды кемінде 2 сағат, мүмкін болғанынша 1 түнге тоңазытқышқа қоямыз. Дайын маринадымызды тоңазытқыштан алып, 2 ас қасық паприкаға 3 ас қасық кетчуп қосып, жақсылап араластырамыз. Осы қоспамызды видеода көрсетілгендей етіп, голеніміздің бетіне жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Голендеріміз пісіп жатқан уақытта картошканы аршып, турап, соломка етіп, осы маринадқа 15 минутқа қойып алдым және оны да 180 градус температурада қызарғанша пісіріп алдым. Сіздер де дәл осылай дайындап көріңіздер. Егер үйде кішкене балапандарыңыз болса, оларға ұнайтыны анық. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын. Егер менің каналым ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыз.